Келесі 520 есебіміз. Бос орындарға тиісті цифрларды қойып бөліндіні табыңыз дейді. Қосындыны біз 15 санына бөлу керекпіз. Ол үшін 15-ке бөлінгіштік қасиеті бойынша 3-ке 5-ке бөлінетін сандар болу керек. 3-ке бөліну үшін бізде қосып көрейік, 8-ге тең болады. 1-ді қойып жіберсек 9-ға тең болады. Яғни 9 бізде 3-ке бөлінеді. Келесі санға қараймыз. 5-ке қоятын болсақ, бізде бөлінгіштік қасиет бойынша 15-ке бөлінеді. Келесі қосындысы 7, 10, 11, 15-ке бөліну үшін бізде 4 санын қоямыз. Сонда бірінші амалдап шығарайық. 21.000 15-ке қосамын 43.125 санын. Тең, оның нәтижесі тең болады 64.140-қа тең екен. Келесі екінші амалы 64.140 қосылған 103.425 тең болады. Нәтижесі 167.565-ке. 565-ке тең екен. Енді бұны бөлемін 15 санына. 167.565 бөлінген 15 тең болады 11.171-ге. Екіншісін шығарайық. 45 санына бөлу керекпіз. 45 санына бөлінгіштік қасиеті 5-ке және 9-ға бөліну керек. Сонда бізде 270.135 санын қоямыз. Сол кезде 45 санына бөлінеді. Ал 946 санын қояйық, сол кезде 45 санына бөлінеді. Дәл солай 3 санын қоямыз. Енді осыны амалдап қосып шығайын. Бірінші жолы 270.135 қосылған 946.125 тең болады жауабы. 1.216.260-қа тең болады екен. Екінші амалы осыған 1.216.260 санына қосамыз 132.165-ті. Тең, жауабы 1.348.425-ке. Енді бұны бөлеміз 45 санына. Үшінші амалымыз 1.348.425-ті бөлеміз 45-ке. Сонда жауабы тең болады 29.965-ке. Сонымен есебіміз аяқталады. Келесі 521 есептің біріншісін шығарайық. Бөлшектің бөліміне ортақ бөлім берген, ол бізде 20-ға тең болады. Сонда 20-ны 4-ке бөлсек, бізде 5-ке тең болады. Сонда 5-тен 2 қосылған 4 тең дейін 20 деп жазалайық. Енді ортақ бөліміміз 4-тен берем, және 5 санынан беріліп тұр ғой. Енді 5-ті қандайда бір санға көбейткені белгілі, ол бізде 5 шыққан екен. Сонда бізде 5-ті 1-ге көбейтсек 5 болады екен. Сонда көбейтіп алайық. 8 қосылған 5 болады. Сонда 20-дан 13-ке тең екен. Келесі екіншісін шығарайық. Ортақ бөлім 21 санына. 21-ді 3-ке бөлсек 7-ге тең болады. Сонда 7-тен 4 болады. Қосылған 3. Ортақ бөлім сонда 3-тен болады. Бізде 7-тен болады тең. Сонда 21-дің өзін жазып қойып, 14-ке тең екен. 14-ке қандай санды көбейткен кезде 14 шығады. Сонда бізде 2 болады екен. Сонда көбейтеміз. 12 қосылған 14-тен 21-ден 26-ға тең болады екен. Келесі, бұны аралас санға айналдырып алсақ, 1.21-ден 5-ке тең. Келесі үшіншісін шығарайық. Ортақ бөлім 22 санынан
11 санын жазып қояйын. Қосылған, сонда 22-ні 11-ге бөлсек 2-ге тең болады. Алымында 1 деген сан бар екен. Тең 22 ортақ бөлім берейік. 2 санынан болады, 11 санынан болады. Қандай санды 2-ге көбейтсек 6 шығады дейді. Сонда ол бізде 3-ке тең болады екен. 6 қосылған 11, сонда 22-ден 17-ге тең болады екен. Келесі 4-шісін шығарайық. Ортақ бөлім 40 саны екен, сонда бізде 5 болады. 5-тен 2 қосылған 8, 15 екен белгілі. Сонда ортақ бөлім 5 болады. 8 болады. Тең 16 қосылған қандай санды 5-ге көбейтсек 15 болады. Ол бізде 3 болады екен. Сонда 15 бөлімде 40 тең. Қосындысы 31-ге тең болады екен. 31 бөлінген 40-қа тең екен. Келесі 5-ші есебіміз ортақ бөлім 35 саны. 35-ті 5-ге бөлсек 7-ге тең болады. Сонда 7-ден 3 қосылған 5 болады. Ортақ бөлім 35 болу үшін 7-тен берем, 5-тен берем. Тең, сонда 35-ні өзім жазып қояйын. 15 қосылған 28 бар екен. 28-ді 7-ні қандай санға көбейтсек 28 болады. Сонда 4-ті қояды екенбіз. Сонда 28-тен 35-тен 43-ке тең болады. Аралас санға айналдырып жүретін болсақ 1,35-тен 8-ге тең екен. Келесі 6-шы есебін шығарайық. 9 45 екен бөлшектің бөлімі, сонда 5-тен қоямыз. 1-ге тең 45, 9, 5 тең 2-ні қоямыз. 45, 10 қосылған 9, сонда 45-тен 19-ға тең болады екен. Сонымен есебіміз аяқталады. Келесі 522-ші есептің біріншісін шығарайық. С-дан 9 қосылған С-дан 5 бөлшектің бөлімі 1-дей, S-тің өзін жазып қоямыз. 9 қосылған 5 S-тен 14-ке тең болады екен. Екіншісін шығарайық. S-тің өзін жазамыз. Алымында А қосылған S-тен 4. Бөлшектің бөліміне S-тің өзін жазып қоямыз. А қосылған 4-ке тең болады. Келесі 3-шін шығарайық. А бөлінген S қосылған В 3S. 3-ті берем ортақ бөлімге. Сонда 3S 3А қосылған В-ға тең болады екен. Келесі 4-шін шығарайық. S-тен 1 қосылған 2S 3-ке тең. Ортақ бөлім 2-ден берем. Сонда 2S 2 қосылған 3, сонда 2S-тен 5-ке тең болады екен. Келесі 5-шісін шығарайық. Д бөлінген АС қосылған С бөлінген АД. Так, ортақ бөлім А, С, Д-дан болады. Бізде С жоқ, Д жоқ. Сонда Д-ның квадраты қосылған С-ның квадраты болады екен. Келесі 6-шысын шығарайық. 3С 2А қосылған 6С А. Так, 2-ден береміз ортақ бөлім, сонда 6С болады. 4А қосылған А тен 6С 5Аға тең болады екен.